Бастайық. Ары қарап сабағымызды бастайық. Енді бұл бөлім бізде практикалық сабақ болып есептелінеді. Мұнда менің аты жөнім жазылып тұр. Жаңа мен былай таныстым да. Есентурева Гүлмира Жұмановна толығымен жазып аласыздар. Пәнді оқыту әдістемесі бойынша. Енді жалпы биологияны оқу әдістемесінің қысқаша тарихымен тоқталып өттік, мақсат міндеттеріне тоқталдық. Тағы да қазіргі кездегі биологияны оқу әдістемесінің мақсат міндетіне тоқталатын болсақ, бізде әр пәннің өзінің оқу бағдарламасы бар мектептерде. Пәннің оқу бағдарламасының әрқайсының өзінің ерекшеліктері бар. Сол оқу бағдарламасына байланысты игеретін пән мазмұнын және білім алушылардың құзыреттілігіне дамытуға байланысты өткіземіз. Енді міндеті оқу бағдарламасында қолданатын негізгі құжаттар туралы түсінік қалыптастырамыз және оқу бағдарламасы мен оқу жоспарының қысқа мерзімді жоспарды құрастырудағы маңызына тоқталамыз, әдіс тәсілдерді бағалауды үйренеміз. Енді мына жерде қарап тұр. Бұрын біз, мысалы, менің өзімде ескі бағдарламамен бітірген, мен мектепті 1986 жылы бітірген. Ол кезде бізде ботаника 6 сыныпта өтетінбіз, мына жердегідей ескі бағдарламада. Немесе одан кейін бертін келе ботаника демей, өсімдік тану деп өтіп жүрдік. Мынау 2005-2007 жылдардың аралығында ботаника өсімдік тану деп Рауан баспасы бойынша. Одан кейін зоология деп қарастыратын ек. Зоология тек қана жануарларды қарастыратын. Ал жануартану деп айтылды, ол 7 сыныпта қарастырылатын. Одан кейін 8 сыныпта тәнтану деп өзгерді, анатомия оқитын еді. Ал енді 9-10 сынып, мен мысалы 10 жылдықты бітірдім, 9-10 сыныпта жалпы биология деп айтылатын. Міне, бұл ескі бағдарламаның оқуы. Енді кейін анау университетке түсу үшін емтиханға дайындалатын кездері біз дайындалу үшін қайтадан ботаника, зоология, анатомия деп қарап, соның бәрін қайтадан істейтін. Енді қазіргі бағдарлама ол 2017 жылы жаңартылды. Енді бұл жердегі мазмұн өзгерді. Қазір мектепте биология нешінші сыныпта басталады? 7 сыныпта басталады. Енді 7, ал оға дейін 6, 5 сыныптарда жаратылыстану оқытылатын. Енді қазіргі бағдарламада осы спиральді бағдарлама деп айтылады. Енді спиральді бағдарлама деп айтылу себебі, мына жерде мен сіздерге спиральдің суретін көрсетіп қойғам, жіңішкеден жуандап жоғарылап жатыр, яғни қарапайымнан күрделіге. Бұрынғыдай ботаника, зоологияда өтпейді. 7 сыныпта жалпы өсімдікке де, жануарға да, адамға да тән құбылыстарды қатарынан алып жүреді. Яғни ол тақырып жылдан жылға қалып кетпейді. Мысалы, 7 сыныпта өткен тақырып сол кей қалып кетпейді, ұмытылып. 8, 9, 10, 11-ге барғанға дейін ол күрделене береді. Тақырыптың деңгейі, тақырыптың мазмұны күрделене түседі. Яғни біздің қазіргі бағдарламада биологияның мазмұны негізгі осы 4 бөлімге біріктірілген. Яғни 4 тарауға біріктірілген. Мынаны міндетті түрде суретке түсіріп аламыз, неше жазып аламыз. Бұл міндетті кез келген биология пәні мұғалімнен биология курсында неше бөлім тарау бар десе, ол жатқа айту керек. 4 бөлім немесе тарау. Бірінші ол қандай? Тірі ағзалардың алуан түрлілігі, құрылым мен қызметтері. Екінші тарау көбеюге байланысты бізде. Көбеюге байланысты көбею, тұқым қуалаушылық, өзгергіштік, эволюциялық даму деп айтылады. Ал мына бірінші тарауға байланысты айтатын болсақ, бірінші тарауда бізде оның бәрі жалпы тыныс алу, қозғалу, зәр шығару жүйенің бәрі бірінші тарауда қарастырылады. Ал екінші тарау ол өз атты айтып тұрғандай көбеюге қатысты.
тұқым қуалаушылық болып жатқан эволюциялық даму өзгергіштіктің бәрі екінші тарауда қарастырылады. А енді үшінші бөлімді айтатын болсақ, бөлім десеңіз де, тарау десеңіз де қателеспейсіз. Енді үшінші бөлім ол ағза мен қоршаған орта. Мысалы, жануардың, адамның осы өсімдіктермен қоршаған ортамен байланысы. Анау айтамыз ғой, мысалы, биосфера деп, биосферада болып жатқан жағдай, экология деп, оның бәрі осы үшінші тарауда қарастырылады. Ал енді төртінші бөлімді қарасаңыздар, өзінің аты айтып тұр, қолданбалы кіріктірілген ғылымдар. Яғни бұл жерде биомедицина, микробиология, биотехнология, генетика деп салалары бөлінеді. Міне, ауыл шаруашылығымен байланысты. Бұлардың бәрі биологияның басқа да күрделі ғылымдармен байланысын оқытатын осы негізгі төрт бөлім. Міне, ескі бағдарламамен қазіргі оқып жатқан бағдарламамыздың айырмашылығы осындай. Бұл түсінікті болды ма? Түсінікті болды ма? апай. Енді бағдарламаға қарайық. Бағдарламада бізде сыныпқа өткен кезде, мысалы 7-ші сыныптан 8-ге өткенде, 8-ден 9-ға, 11-ге өткенде, сол мазмұн туралы, сол сыныптың аясында нені біз дамытамыз, қандай нәтиже күтеміз, қандай білім, қандай дағды күтеміз, солардың бәрі оқу мақсаты түрінде бейнеленеді. Ал біздің оқу мақсаттарымыз 4 сандық кодпен беріледі. Мысалы, 7, 1, 1, 1 деп жазылып тұр. Бірінші тұрған сан бізде сыныпты білдіреді. 7-ші сынып деген сөз. Ал 1 дегеніміз ол бөлімді білдіреді. Ол бірінші бөлім. Ал бірінші бөлімнің аты қандай еді бізде? Айтып жіберейік. Бірінші бөлім қандай еді? Ботаника ма? Жоқ. Ағзалардың алуан түрлігі. Жаңа тірі ағзалардың. Мына осы 4 бөлімді. Сол тірі ағзалар. Бұл жерде біз қазір тұрған 2-ші сан сонда нені білдіріп тұр? Екінші тарау дедіңіз ғой. Мына нені білдіріп тұр? Бір деген сан нені білдіріп тұр? Апай жаңа 4 неге бөлінеді дедіңіз ғой, жаңа тірі ағзалардың. Алуан түрлілігі ма? Бірінші бөлімді білдіріп тұр. Қыздар, бізде бұл практикалық сабақ. Сондықтан сіздерден кері байланыс көп күтемін мен. Қарап отырамыз. Ал мынау бірінші тұрған 7 деген сан нені білдірді бізде? Сынып дедіңіз ғой. Нені? 7 сыныпты білдіреді. Сыныпты білдіреді. Ал енді бізде мынау 3-ші тұрған сан бар. 1 деп жазылып тұр, Міне, 1 деп тұр. Бұл бізде бөлімшелерді білдіреді екен. Бөлімше. Бөлімше дегендер нелер? Мынау бөлімдеріміз бар. Әр бөлімнің бөлімшелері бар. Біз олармен танысамыз. Мысалы, бірінші бөлім 7 бөлімшеден тұрады. Сол 7 бөлімшенің бірінші бөлімшесі 3-ші сандан тұрады екен. Енді мынау тұрған бізде 4-ші сан бар. Ол да 1 деп тұр, Ол сол бөлімшеде, сол тақырыптың оқу мақсатын білдіреді. Мысалы, бірінші бөлімшеде бізде 4 тақырып қарастырылатын болса, сол 4 тақырыптың санын білдіреді. Бірінші тақырып, 2-ші, немесе 3-ші, 4-ші. Сонда мына бөлімшенің 1-ші тақырыбы қарастырылады дейді. Міне,
Бұл бізде 4 санды тұрады. Мысалы айтайын, 8 нүкте дейге, 2 дейін, одан кейін тағы да 3 дейін, сосын 1 дейін, немесе 2 дейін. Ал осыны айтайықшы, мына бірінші тұрған 8 нені білдірді? Сыныпты білдіреді, апай. Сыныпты білдіреді. Сыныпты білдіреді. 2 деген ол не? Екінші бөлім. Дұрыс, молодцы. Бөлім. Екінші бөлім. Ал мынау ше? Одан кейін бөлімше. Бөлімше, мынау? Екі? Үш деген ол бөлімше. Оқу мақсаты. Яғни тақырыптың саны. Түсінікті. Сонда біздің мына оқу мақсатымыз неше сандық кодпен беріледі екен? Мына оқу мақсатымыз 1 сандық кодпен беріледі. Естеріңізден шықпасын. Біз анау сабақтың мақсаты, бағдарламадан алынған оқу мақсаты дегенде осы 4 сандық кодпен көрсетеміз. Бұл түсінікті болды, жарайсыздар, бұл түсінікті. Енді осы оқу мақсаттарын білім беру бағдарламасының әр сыныпқа арналған мазмұндары анықталады. Оқу мақсаттары бөлім-бөлімшелерге бөлінеді дедік. Ол белгілі бір тәртіппен оқу бағдарламасы спиральді қағидаттың негізінде оқушылардың сыныптан сыныпқа ауысқан сайын алға ілгерілегенін көрсетеді. Ол бізде түсінікті болды. Енді біз не жерде мынаны өшіріп тастайық. Мынау биология оқу бағдарламасының мазмұнына тоқталамыз. Мазмұны бізде негізінде мынадай. Бірінші түсіндірме жазбадан тұрады. Сосын оқу үдерісін ұйымдастырудағы педагогикалық әдіс тәсілдердің жиынтығынан тұрады. Оқу жетістіктерін бағалау тәсілдерінен тұрады. Пән мазмұнын ұйымдастырудан тұрады. Яғни ол жерде пәннің мазмұнын ұйымдастыруда бағдарламада не бар екен? Оқу жүктемесінің бөлінуі. Мысалы, 1-ші тоқсанда биологияда қай бөлімді қанша сағатта қарастыратын боласыз. Сол оқу жүктемесі арқылы бөлініп тұрады. Сосын оқу бағдарламасының мазмұны деген бар. Бұл жерде оқу бағдарламасының мазмұны дегенде ол жердегі тақырыптардың оқу мақсаттарына бөлінуін көрсетеді. Сосын жаңа айтылған оқу мақсаттарының жүйесі, сосын ұзақ мерзімді жоспар беріледі. Мына біздің айтып тұрған биология құрылымындағы жаңа 4 бөлім. Бірінші ол тірағзалардың алуан түрлігі құрылымы мен қызметі, екінші көбеюге қатысты, үшінші ағза мен қоршаған орта, төртінші кіріктірілген ғылымдар, яғни негізгі мазмұнды ғылымдар. Осы енді бағдарламаның 6 ерекшелігі бар. Бірінші ерекшелік жалпы бағдарлама спиральдік ұстаным түрінде құрылымдауы. Екінші, сол тұрған оқу мақсаттарымыз Блум таксономиясы жүйесінде орналасқан. Сіздер Блум таксономиясы деген не, Блумның жалпы деңгейі қанша деген сұрақты сіздер педагогикада оқыдыңыздар. Педагогика саласында, психологияда осы Блум қарастырылады. Сіздер оны өткенсіздер. Енді осы Блумға сәйкесінше оқу мақсаттары жүйелі түрде орналасады. Және ол сабақтар, өтілетін сабақтарда пән ішілік байланыстар болу керек. Мысалы, пән ішілік байланыс деген алдыңғы өткен тақырыппен сіздің жаңа өтетін тақырыбыңыз бір-біріне байланыс тұру керек. Енді пәнаралық байланыс деген де бар. Енді бізде пәнаралық байланыс ортақ тақырыптардың негізінде іске асады. Мысалы, біз химиядан биологияда сіз фотосинтез процесін өтіп жатсаңыз, фотосинтез реакциясын жазатын болса, көмірқышқыл газының формуласын, глюкозаның формуласын, оттектің формуласын білім алушылар, яғни химияда алған білімдері арқылы жазалады. Сіз мысалы биологияда элементтерді түсіндірмейсіз ғой, көміртегі қалай жазылады, оттегі қалай жазылады деп, оның бәрін химияда өтіп кетеді. Сол химиямен байланысты
болғандықтан бізде бағдарламада пәнаралық байланыс жүзеге асады. Бұл бір мысалымен айтып жатырмын мен. Сосын жаңа айтып тұрған әлеуметтік дағдылар. Бұл жерде әлеуметтік дағды, соның ішінде тілдік дағды маңызды. Тілдік дағды өзі 4 дағдыдан тұрады. Айтылым, тыңдалым, оқылым және жазылым. Ал сіздерге сұрақ, тілдік дағы қандай түрі бар екен? Айтамыз. Арай, Жанар, тілдік дағдының қандай түрін айттым мен? Не деп айттым жаңа? 4 тілдік дағды қарастырады. Бірінші қандай? Қыздар, мынау сабақтың записі жүріп жатыр. Сабаққа қатысу. Апай, қайталап жіберіп сұраңызды. Ал? Запис оқу бөліміне өткізіледі. Сондықтан сабаққа қатысып отырамыз. Жанар, бірінші, екінші дағдыны айтып жеріңізші, тілдік дағдыны. Айтылым және тыңдалым деп айттым. Арайлым, сіз үшінші, төртіншісін айтыңыз. Жанар, дауыс қоспадың-ау деймін. Айтылым, тыңдалым, қаралым болады ма апай? Жоқ, айтылым, тыңдалым, үшінші, төртіншісін Арай айтады. Бірінші айтылым, екінші тыңдалым, үшінші Арай жалғастырамыз. Қаралым ба? Жоқ. Тілдік дағдылар, үшіншісі оқылым, төртіншісі жазылым. Жазып алыңыздар. Тілдік дағдымен біз жұмыс жасаймыз. Ол тек қана қазақ тілі маманына байланысты емес, жаратылыстану бағыты да тілдік дағдымен жұмыс істейді.